Құрметті тыңдармандар, әңгіме басталмас бұрын лайк басып, арнаға тіркелейік және әңгімені соңына дейін тыңдайық. Біз үйде 4 едік. Ағам, мен, әкем және анам. Біз бақытты отбасы болдық. Бірақ тек сол күнге дейін. Біздің көршілер шулы отбасы болатын. Күнде ішіп келетін күйеуіне әйелінің ащы тілі араласып, айқай-шу болып жататын. Бәрінен бұрын жалғыз ұлдарына обал. Қыстың күні талай далада қалып, біздің үйде паналады. Ішер асы, киер киімі де болмай қалатын. Менімен жасты. 9-8 жастамыз. Сол кезде мәмпи пәси деген тас кәмбеттер хит болатын. Соны анамның сандығынан көрсетпей алып, сол балаға таситынмын. Жаным ашитын. Бір күні үйде анам екеуміз тамақ істеп жатқанбыз. Әкем жұмыстан әлі келмеген. Ағам үйге жүгіріп келді. Мама, көрші, ағай әйелін тағы сабап жатыр. Жаңа қорадан балта алып бара жатқанын көрдім. Өзі мас. Анам илеп жатқан нанын тастай сала, қолын алжапқышына сүртіп жүгіре кетті. Апыр-ай, Анам кетісімен шамамен 10 минуттан кейін әкем келді. Көрші үйдің баласы сол уақытта үйге еңіреп жүгіріп кірген еді. Бірдеңені сезген әкем дереу сол жаққа жүгірді. Бір кезде жан-жақтағы көрші қолан бәрі шуласып кетті. Артынан полиция келіп, әкемді ұстап әкетіп бара жатқанын көрдім. Баламыз ғой. Көліктің артынан әке деп айқайлап жүгіргеніміз әлі есімде. Оқиға былай болған. Анам араша түспек болып барған. Көрші ағайдың қолындағы балтаға жармасқанда, ол мастықпен, әрі ашумен анамның қара құсынан бір қояды. Шешем сол жерде тіл татпай кетеді. Артынан әкем кіріп болған жағдайды көзімен көрген соң, ашу ызамен көршіні пышақтап тастайды. Бір күнде қос тіреуінен айырылу ең ауыр жаза болар бәлкім. Өмірі жоқтау естімеген бала жүрек азынанған дауыстан одан сайын қарсы айырылған еді. Анасының тамағын енді жей алмайтынын, дауысын ести алмайтынын білгеннен артық қайғы жоқ шығар сірә. Ең сорақысы біздің іздеушіміз болмады. Барлық туған туысқанымыз бізден бас тартты. Әкем жақ адам өлтірген адам біздің ұл емес. Одан туғанда бізге ешкім емес деп ат-тонын ала қашса, жалғыз нағашым өзімнің 6 балам бар, бұларды асырай алмаймын деп уәж айтты. Әкемді 15 жылға абақтыға жапқаннан кейін бізді балалар үйіне тапсырды. Сол кезде ағалық қамқорлықтың қадірін сезінген кездер еді. Ағам менен бір ел аттамады. Екеумізді екіге бөледі-ау деген қорқыныш маза бермеді. Бауырмалдылықты сөйтіп сезіндім. Ерте есейдік, мықты болдық. Көпті үйрендік. Сөйтіп жүріп, 18 толып, бірімізден кейін біріміз балалар үйінен де кеттік. Алғашында қиын болды. Бірақ кейін ағам ескі ғимаратты жалға алып, өз шеберханасын ашты. Мен тігінші болдым. Түнімен күнімен көз ілмей, әр талшық жіппен әр қиқым ағашты үнемдедік. Түрлі бұйымдар, әшекей, ұлттық киім жасадық. Біртіндеп көтеріле бастадық. Жағдайымыз жақсарып пәтер алдық. Артынан көлік, тағысын тағы. Басында бастағанда 2 едік. Бірақ кейін туысқандарымыз пайда бола бастады. Ақшаның құдіретін сонда түсіндік. Әкеміз де түрмеден шықты. Бәрі өз орнынан келді-ау деп едім. Алайда мен бізге тапсырыс әкелетін делдал жігітке ғашық болып қалдым. Оны алғаш көргенде жүзі сондай таныс әрі жылы көрінді. Оның үстіне сымбатты жігіт болған соң бірден ұнатып қалдым. Ол алғаш болып сөз айтты. Сөйтіп өмірімде сезінбеген бақытты күндерім өтіп жатты. Біз бір-бірімізді құлай сүйдік. Жүріп жүргенімізге 5 жыл өткен соң ол маған тұрмысқа шығуға ұсыныс жасады. Мен келістім. Оның әкесі қайтыс болған, шешесі ғана бар. Менде керісінше. Сөйтіп біз үйдегілерге ескертіп, сырға салатын күнді белгіледік. Міне, сол күнде келіп жетті. Есік қоңырауы басылып,
Мен есікті ашып, үйге жүзі таныс әйел кіріп келді. Ол да маған қарап сәл кідіріп қалды. Атымнан әкем келіп, түрі бұзылып кетті. Сол кезде жүрегім қылп ете түсті. Ары қарай айқай-шу, дау, қалғаны есімде жоқ. Мен есімнен танып қалдым. Өмір қандай қатыгез. Қанша жерден мойындағым келмесе де, шындық сол болатын. Ол сол баяғы көрші әйел. Ал менің сүйгенім бала кезде анамның мәмпәсейін бөліп жеген көрші бала. Ағам мен әкем онымен ат құйрығын үзбесең, бізді ұмытасың деген шарт қойды. Бірақ бәрі кеш болатын. Менің сол кезде аяғым ауыр еді. Екеуміз құпия кездесіп, қашып кетпекші болдық. Бірақ ағам бізді ұстап алды. Мені өлімші етіп сабап, айтпаған сөзі жоқ. Сөйтіп баламды түсіріп алдым. Сол кезде маған қолдау көрсеткеннің орнына ағам анамызды өлтіріп, бізді балалық шақтан айырған жанның ұлынан көтерген баланың тумай өлгені жақсы, деді. Бұл сөздер қалай сүйектен өтетінін білсеңіздер ғой. Оның әкесі жалмауыз болса да, ол менің бауыр етім балам емес пе? Қазір мен үшін өмірдің қызығы жоқ. Әуел бастан маңдайыма жазылғаны осы болса керек. Менің жасым қазір 40-та. Ағам жол апатынан қайтыс болды. Ал әкем ішіп қаңғымас болып кетті. Оның қайда екенін білмеймін. Ал бұрынғы сүйген жаным қазір отбасылы, балалы шағалы. Бірақ жиі арақ ішіп, үйге мас болып келеді екен. Әйеліне сүмей қосылған секілді. Мүмкін бұл өмір, мүмкін тағдыр. Алланың сынағы да. Кейде ойлаймын, егер сол құрғыр арақ болмағанда ше деп. Бәрі тек өткен, өзгермейтін өткен шақ. Әңгіме осымен соңына жетті. Егер де ұнаса ерінбей лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпайық. Көріскенше күн жақсы.